Сәлем достар, бүгін сіздермен етті бәліштің ең керемет рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суға ашытқыны салып, оның үстіне тұз бен қантты салып, араластырып дайындап қоямыз. Одан кейін сары май мен ұнды және дайындап қойған ашытқымызды үстіне құйып, барлығын араластырып біркелкі қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Барлығын кішкентай мөлшерде турап дайындап алдым. Барлығының құрамы мен мөлшерін описаниеде қалдыратын боламын. Бәліштің салмасы да дайын болды. Қамырымыз аздап көтерілген. Енді осы қамырды екіге бөліп, екі бөлігінде оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Бір бөлігін противенге салып, оның үстіне дайындаған салмамызды саламыз. Каналыма тіркелмеген жан болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтуіңізді сұраймын. Енді екінші жайған қамырымызды бетіне осылай жайып, жан жақтарын түйіп шығамыз. Піскен піспегенін білу үшін осылай ортасынан кесіп алдым. Енді жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Бәліштің үстінен макпен әсемдедім. Кез келген дәнмен әсемдесеңіз болады. Қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Етті бәлішіміз дайын болды. Өте дәмді шығады. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айдана.